Елбасының жекелеген санаттағы азаматтардың әлеуметтік жағдайын жақсарту бағдарламасын халыққа түсіндіру үшін құрылған үкіметтік жұмыс тобы бүгін бас қаладағы Алматы ауданының көп балалы аналарымен кездесті. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев еліміздегі көп балалы аналарға мемлекет тарапынан көрсетілетін әлеуметтік көмектің жүйелі түрде жүзеге асатынын жеткізді. Қазіргі уақытта көлемі ұлғайған атаулы әлеуметтік көмекті алуға республика бойынша 1 миллион өтініш түскен. Олардың 650-і комиссияның шешімімен тиісті көмекке мұқтаж екені анықталған. Соңғы мәліметтерге сәйкес, Нұр-Сұлтан қаласындағы 1800-ге жуық отбасы атаулы әлеуметтік көмекті алып үлгерді. Қала әкімі кездесуге жиналған аналарға жекелеген мәселелерді шешімін табатынын айтты. Осы айдан бастап пәтер беру жұмысы басталды. Біздің енді мақсатымыз тек қана бюджеттен осы май айында ең кем дегенде 1316 пәтер беруіміз керек. Оның ішінде 51-і осы Нұр-Сұлтан қаласында. Бізде енді ол жұмыспенен арман қарай айланысамыз. Арнайы осы Нұр-Сұлтан қаласының кәсіпкерлеріменен, кәсіпорын басшыларымен кездесеміз.